Сәлеметсіздер ме? Бұл жағдай 2014 жылы болған оқиға еді. Жылдар өтсе де сол күндердің ізі көңіл түкпірінен өшпейді екен. Кейбір оқиғалар бар ғой, еске алсаң жүрегің шым ете қалады. Сол сәтте болған адамдар, айтылған сөздер тіпті ауа райы да есіңде жаңғырып тұрады. Бір қарағанда бәрі күнделікті тіршілік сияқты, бірақ тағдыр дәл сол жылы мені адам сенгісіз таңдау жасауға, сынақтан өтуге мәжбүрледі. Ендеше басымнан өткен осы бір ауыр да сабаққа толы оқиғаны сіздерге баяндап берейін. Сол жылы мен ешқашан ұмытпайтын шешімдер қабылдадым. Әрбір сөз, әрбір күн мен үшін үлкен сабақ болды. Мүмкін сізге де ой салар. Оқиғамды асықпай тыңдаңыздар. Мен алғаш боп келіп түскенде 19-да едім. Құдды ойыншық сияқтымын. Өзім қалада өскен қарапайым қыз едім. Ауылға тұрмысқа шыққанда бәрі жақсы жерге түстің деді. Қайынатаң молда кісі, намазхан, аруақты адам деді. Бірақ мен білмедім. Оның намазы тек дастархан басында ғана екенін. Күйеуім мал соңында жүреді. Қыста да, жазда да. Үйде мен, енем, қайынатам. Кейде атам, келін қазан көтер дейді, кейде шай әкел дейді. Әуелде ештеңе байқамадым. Бір күні күйеуім көрші ауылға кеткен. Мен балапаныммен бірге жаттым. Түн ортасы қақпа ашылды. Атам екен, балам келмей қалды ғой. Күн суық, пеш жақ деді. Пешті жақтым. Төсекке жатқанымда бөлмемнің есігі сықыр етті. Есік бекітуді ұмыттым ғой деп ойладым. Көзімді ашып қарасам, қайынатам кіріп тұр. Ата, не болды дедім. Шай ішкім келіп тұр, келінжан деді ол, жымиып. Қазір қайнатып жіберейін бе дедім. Жоқ, өзім ағалам, сен демала бер, сөйтті де жаныма келіп отырды. Сол сәтте менің денем тас боп қалды. Аузымнан сөз шықпайды. Ата, балапан оянып кетеді дедім, әлсіз аусыммен. Қорықпа, оянбайды деді. Қолын көрпеме тықты. Шайқалып тұрған пештің жарығында оның көзінен ата мейір емес, хайуанның аш көзі жанып тұрды. Не айтарымды білмедім. Айқайлайын десем, балам оянып кетеді, енем естиді, ұят болады дейді. Ұят деп үнсіз қалдым. Атам бас салып мойнымнан иіскеді. Саған ешкім сенбейді, әуре болмай қой деді. Жылағым келді. Ішімде айқай тұрды. Бірақ тілімде тікен тұрды. Сөйтіп мен алғаш рет өз үйімде қор болдым, күйеуімнің әкесінен. Таңда дастархан бәрі отыр. Атам бұл қыз маған шай беріп пеш жақты деп мақтап отыр. Енем де мәз. Күйеуім малдың соңында жүрген. Мен ішімнен өліп отырдым. Осылайша ол түнде тағы келді. 2 рет, 3 рет. Мен ешкімге айта алмадым. Ұяттан емес, қорқыныштан. Бір күні ауылға шешем келді. Көрдім де құшақтап өксіп жыладым. Қызым, не болды деді. Анашым, мен үйіме қайтқым келеді дедім. Не істеді саған деді. Мен айта алмадым. Айтсам да бәрінен. Мені жек көретіндей сездім. Шыда деді шешем, ажыраспа. Қайнатаң молда адам ғой. Мен 2 жылдан соң ажырастым. Себебі мен сол түннен кейін күйеуімді жақсы көре алмадым. Күйеуім ештеңе білмеді. Бірақ менің жаным өлді. Ауылда әлі күнге дейін мені қарап етсің дейді. Қайынатаңдай жақсы адамға сөз келтірдің дейді. Бірақ мен үнсіз қалмаймын. Сол молда қайнатам тағы бір келінді қорлапты дегенді естідім. Менің үндемегенімнің кесірі. Ұяттың құны менің жаным, келесі келіннің намысы болып шықты. Сондықтан да қазір ұлымды құшақтап отырмын да осы хикаяны айтып отырмын. Мен үндемегеннен өзімнің есімімді ұмыттым. Мен аты жоқ келін болып қалдым. Тек арсыз, ұятсыз деп мен айтты. Ал сол түні мен ар ұрлаған адам арам болып қалды. Мен енді үндемеймін. Мен ажырастым. Анам мені қайта бауырына басты. Ұлым ер жетіп келеді. Оған ешкім қол көтере алмайтындай етіп өсіремін. Ұлым біреудің қызына көлеңке болмайтындай ер азамат болсын деймін. Сол үшін тірі жүрмін. Ұяттың құны сені арсыз өмірің емес. Ұяттың құны сенің қорлық көрмеуің. Осыны есте ұстаңдар. Көз жұмып қалмаңдар. Айтыңдар, айғайлаңдар, қорықпаңдар. Мен үндемедім. Менің қателігім сенің өміріңде қайталанбасын. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.
келесі кездескенше.